Сәлем достар, сіздермен бүгін Залия, Мери. және біздің жаңа видеоға, жаңа челленджге қош келдіңіздер. Өздеріңіз білесіздер, біздің каналда өте көп болды, уже челлендж болмағалы, және де сіздер комментарияда көпсіңіз осы челленджді сұраған болатынсыздар. Бізде бүгінгі видеода өте қызықты, жаңа біздің арнамызда болмаған челлендж. Ал енді шарттарын түсіндіріп кетсек, бұл челленджден біз деген қазір 15 минуттың ішінде мен, Ханзада, Алия үшеуміз бірге магазин таңдап, және де сумма таңдап, затты алып шығу керекпіз. Бізде қазір қолымызда осындай стикерлер бар, және де ручка бар. Біз мынау жасылына өзімізге қажетті суммаларды жазатын боламыз. Ең минимальный сумма 1000 теңге, және де ең максимальный 5000 теңгеге дейін баратын суммаларды жазамыз. Мына көбіне біз деген сол жақтағы магазиндердің аттарын жазамыз. Мысалы Марвин, Минисом, немесе Леонардо, Вакики деген секілді магазиндердің аттарын жазамыз. Ал соңғысы бізде розовый стикерлерге бір-біріміздің атымызды жазамыз, яғни менің, Меридің және де Ханзаданың. Бұл челленджде Ханзадада болады, сондықтан да видеоны көрдіңіздер до конца. Осы үшеуін біз деген араластырып бір-бірімізді танытатын боламыз, және де қандай ақша, қандай жер, қандай адам түсетінін барлығын потом көретін боласыздар. Және де бізде уақыт пен лимит болады, 15 минут ішінде барлығына үлгеру керекпіз. Видео өте қызықты болайын деп тұр. Біз қазір бірінші мегаға баратын боламыз, және де сол жерде барлығын шешеміз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Сіздерге осындай күшті челлендждарды ұйымдастырып, келешекте күшті видео түсіретін боламыз. Сол себептен біздің арамызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де видео бастамас бұрын лайктарыңызды басып отырыңыздар. Шарттарын түсінген боларсыздар. Егер де түсінбесеңіздер, видеоны соңына дейін көріңіздер, видео барысында түсінетін боласыздар. Ал біз қазір мегаға кеттік. Ал достар, біз қазір мегадамыз. Сіздерге ойын шарттарын бағана түсіндіріп кеткен болатынбыз. Тағы да бір қайталап жіберейік. Бізде мұнда 3 парақтар бар. Оның үшеуінде жасылында бізде ақшалар жазылған, көгінде бізде ол жақта магазиндер жазылған. Біз әртүрлі магазиндерді жаздық. Сол себепті өте қызық болады. Мына жақта бізде 3 қана парақ. Ол үшеуміздің атымыз. Ал енді давайте біртіндеп таңдайтын боламыз. Ең бірінші біз осы ақшадан бастайық. Үлкеннен бастап берейікші. Ең көбі бұл жақта 5000, ең азы 1000 теңге. Все, таңдадым. Енді мен. Болды, алдым. Екі оқ қойма. Мінекей мен таңдадым. Енді Ханзада. Все, давайте ашамыз ба? Енді көктен таңдайтын боламыз. Ол бізде қандай магазин? Дай сен таңда. Так, таңдадым. Енді біз кімге подарка береміз? Мына жақта үшеу, кімге подарок беретімізді таңдайық. Мен ана аласылам. Бірінші осын ашайға, бірде оқамыз. Сен емес па? Жоқ. Ал енді қазір суммамен магазинді ашамыз. Давай, сен бірінші аш. Так, давайте ақшадан бастаймыз. Мен қанша теңгеге? 2000 теңге. Нормально орташа түсті маған 2000 теңгеге. Мен, қазір мынандай бір магазинге барып, зат алу керекпін. Мынау адамға. Пока что қандай адам екен айтпай қояйын. Ал магазин болса қандай? 1, 2, 3. Минисо. Yes, күшті. Прям удачно түсті маған бар емес па? 2000 теңгеге мен Минисодан кез келген зат алуға аламын. Негізі былай жақсы сумма сияқты 2000 теңгеге табуға болады. Ал енді Ханзада. Давай. Мен де сол Алия сияқты ақшадан бастайын. Так. Бисмилла. 3500. Давай. Так, енді магазиннен. Бисмилла. Давай. Леонардо. И все. Енді мен ғана қалдым. Менгі қайсы еді? Мынау екеуі, е? Ханзада өзі Леонардодан зат алғысы келген болатын. И тура сол түсті ғой магазина. Енді давайте мен өзімнің ақшамдан бастайым. Ей? 2500. Мен Алияға 2500-дан маған үшін түсіп тұрды. Түсінбей қалдым ғой. 2500 достар. Сонда ең азы маған түсіп қалған ба? 2000 теңге. Ал енді біз магазин Элси, Вайкики. Все, біз деген мына жақта бөліп алдық өзімізге.
қандай магазин, қандай суммада екенін енді үшеуміз үш жаққа кететін боламыз. Сіздерге барлығын түсіріп жүреміз. Бізде бұл жақта негізі уақыт лимит бар. Біз үшеуміз де 15 минут ішінде бір жақта кездесу керекпіз. Осы магазиндерді тауып, ақшасына алып, бір-бірімізге сыйлық беретін боламыз кездескеннен кейін. Ал енді давайте 15 минутты қоямыз. Сосын осы магазиндерімізді тауып, біз деген бару керекпіз. Элси Уакики достар артта тұр. И мен тез барам сендерден. Ал мінекей біз қазір маман телефоннан 15 минутқа қоятын боламыз. 15 минутта біз барлық затымызды тауып, сатып алып, дәл осы жерге келу керекпіз. Біз қазір уже челленджімізді бастайтын боламыз. Мерей дайын, Ханзада дайын. Мама көмектесіп жүретін болады Ханзадаға. Еще прикиньте, Мерейге Уайкики түскен. Уайкики мына жақта тұр. Ханзадаға Леонардо мына жақта тұр. Мен ғана білмеймін, Минсон қай жақта екенін қазір. Вот. Ханзада дайынсың ба? Иә. Мен бірақ қорқып тұрмын шы, просто бұл адамға вообще негізі мынау магазинді ала алмайсың ештеңе. Бұл тек маған ғана келеді. Қазір енді біз 15 минутты қоятын боламыз. Не болды түндер. Біз күнақта, сосын бізге үйтіп асығып қатты істемей қоюымыз керек. Ода. Тез бітісі сайқы. Біз уже бөліндік. Мен, короче, мені соқақта екенін білмеймін, менде 15 минут уже кетіп қалды. Так что тез-тез табу керек. Анар сразу уже магазинге барады. Ал мен болсам жүрмін. Мені сол іздеп. Ең жақын магазин менікі Элси Уакики. Алия ана жаққа кетті. Мама мен Ханзада төбеге көтеріліп кетіп бара жатыр. Ал мен болсам осы жерден қазір заттарды іздейтін боламын. Менде 2500 теңге. Вот. Элси Уакикиге және де артында 2500 теңге. Енді қазір көретін боламыз. Мен, короче, жүгіріп жүру керек сияқтым, потому что бірінші этаждың барлығын аралап шығайын деп тұрмын. Минсон іздеумен. Моему Минсон бірінші этажда болу керек етін. Қазір енді көріп жатырмын. Пока что тауып жатқан жоқпын ешқандай Минсоны. Маған негізі Мерей түскен. Мен бәші білмеймін, Леонардодан не алға болады. Мен Леонардодан негізі өзім қалаған, бірақ, к сожалению, маған Мерейге алу керек. И мен даже білмеймін, потому что Мерей маған бәші айтпайды, не қалайды өзі. И хоббиін да мен білмеймін аталап. Енді мен арзан заттарды көремін. Қараңыздар, мынандай бір стакандар бар екен, бақылдар өте әдемі. Интересный. И бағасы 1990 теңге. Өте жақсы вариант болып тұр. Қазір барлығын енді аралап басып жатырмын. Сол себептен сразу алмаймын. Көрейік, потому что менде 15 минутым бар. 15 минутта мен көп нәрсе алып үлгеремін деп ойлаймын. Мына жақта 4000 теңге. Мұнан аламайды екенмін. Қараңыздар, осындай әдемі подставка таптым. Өте әдемі болып тұр. Эстетика екен, бірақ бағасы 3790 теңге. Сол себептен менің 2500 теңгеме жетпейді екен. Көп осындай стакандар тұр екен. Қазір бағаларын бәрін көріп шығатын боламыз. Одан кейін сіздерге айтамын. Мына жақта адасып кеттім, мен де Минсон таппай жатырмын. И прикиньте, мынандай нәрсе тауып алдым. Қазір осы жақтан көрейін деп тұрмын. Мұнда вообще Минсон дейтін қайда? Капец, жоқ қой мына жақта. Жазылмаған ғой Минсон қайда екені. Бүкіл уақытым осымен кететін болды ғой, ё-моё. Достар, таптым мен Минсоны. Уже 5 минутым өтіп кеткенде, 5 минутым, короче, іздеумен кетті. Все, таптым. Ал енді мен 2000 теңгеге осы жақтан бір нәрсе алу керекпін. Мен нан сатып аламын ба деп. Бірақ қараңыздар, бұл іші пустой болу керек, чтобы оны сатып алу үшін, сурет салу үшін. Мен білемін ғой, ол ұнатады сурет салуды. Ешқандай. Бағалары келеді ме екен? Білмеймін осы. Көреміз. Қайдан білеміз енді? Жоқ, ешқайсыны жазып. Посмотрите, қандай әдемі бақалдар. Мынандай әдемі бақал таптым. Қараңыздар. И бағасы да өте жақсы. Бағасы 1790 теңге. Күшті екен маған осы Элси Уакикидің осындай бақалдарын айтты, потому что бағалар өте жақсы. Мынау 1490 теңге екен. Спанч Боб. Қандай интересный. Ал мен қазір сіздерге маған кім түскенін көрсетейін. Мен кімге подарка іздеп жүргенімді. И ол адам бізде Алия. Прикиньте, Алия.
мен қазір Алияға ұнайтын бір күшті подарок табу керекпін. Осындай әдемі сумкалар бар, бірақ мен бұндай сумкалардың уже бағасын көрмеймін да, потому что бұның бағасы 2500 емес, точно. Вот. Но әдемі екен. Короче, мен қазір Миннесудамын. И маған қандай адам түскенін көрсетейін сіздерге. Ханзада, маған Ханзада түсті. Менің ойымша Миннесудан 2000 теңгеге Ханзадаға именно сыйлық алу нормально сияқты, потому что мұнда бағалар нормально. И қазір қарап жатырмын Ханзадаға сыйлыққа не беруге болатынын. Ханзада өзі осындай жақтағы заттарды ұнатады, сол себепті прям идеально. Сейчас шок болып тұрмын, вообще білмеймін не айтайын. Вроде как мандарин айттым ма, біраз деген, бірақ ол қанша? 20-20 ма? Жақта ештеңе жоқ. Қақтан көруге болады. Может, мынандайлар алам дептім да? Оказывается, слишком детский өтеді. Или просто пустой, ұзын А3. Мынандайлар сияқты. Холстар ма? Иә, холст үшін. Ол қалайды ол сондайларды ұнатады ол. Вот, ойлап тұрмын. Байда күштікін. Қазір LC Waikiki магазинінің екінші этажын көретін боламыз. Бірінші этажда тек қана тапқандарым посудасындайлар болды. Қазір киімдерді тек көретін боламыз. Короче, мен деген сразу түсіп баратыр, потому что екінші этаж балалар киімдер екен, и Алияға мүлдем жоқ. Сол себептен қайтып бірінші этажға түсеміз. Мына посудаларды қараңыздар, өте әдемі. Осындай көктемге арналған күшті посудалар бар екен. Мына кувшин и су ішуге болады. Бағасы 2790 теңге, достар. Вот, посмотрите. Блин, 2500 теңгеге алады немесе 2500 болғанда. И осындай кішкентай баночкалар бар екен. Мына стакандарды қараңыздар, өте әдемі. Прям қазір бұл екеуінің бағасын көретін боламыз. Қанша теңге тұратынын. Біздер мыналар өте күшті екен да. Мынау бағасы 2490 теңге, 2500 теңге. Бұл мерейге болатын сумма, так что мына жақта 2000 теңгеге жоқ екен. Осындай кремдер бар екен, бұның бағасы 1590 болады негізі алуға. И қасына тағы да бір зат алсам болады. Мынандай ойыншықтарды Ханзада қатты жақсы көреді. Мен соның бағалары қарап тұрсам, менің суммама мүлдем жетпейді. Сол үшін қазір әлі де қарап жатырмын не бар екенін. Ал посмотрите, мындай тарақтар 1590 теңгеден екен. Әдемі тарақтар ғой. Ханзадаға ұнайтын сияқты. Немесе осыдан алам ба деп тұрмын. Мындай украшениялар да бар екен, бағалары 1590-нан. Мында бар екен, шүкір 1590-ға заттар табуға болады. Мен қазір енді ең жақсы дегенін таңдайтын болам, немесе тарақ. Вот, бағалары тоже нормальный бұлардың. И қасына тағы бір зат қосам. Менде, кстати, 5 минуттан аз уақыт қалды уже. Жеттім 40 секунд қана қалды. Үлгеруіміз керек, әлі алмай жатырмыз. 2443. Короче, 6 минуттың ішінде әйтеуір мынандайды алдым. Блин, вообще таба алмай жүрмін да нормальный нәрселерді. Қазір енді көреміз, қасына тағы бір нәрсе алу керек, себебі менде 3500 ғой, ал мына болса 2600 бір нәрсеге. Ручка. Қазір платетеміз, уже 3 минут қалды. Еще плюс очередь болады, қазір 100 минут. Екеу алам ба? Көрейік бағаларын келсе. Қазір көреміз. Қазір енді алатын боламыз. 2000. Достар, менде 5 минут уақыт қалыпты. Мен жақта жүрмін ғой, сіз от мен деген үлгерем деп. Сөйтсе, вот, бағасы да осындай екен, поэтому сразу давайте қояйық мына жаққа. И прям кәдімгідей кірсек іздеуге. Мен потому что уақыт бар деп әлі ұзақ жүргем. Но итке тамаққа беретіне ма. Мына қараңыздар, әдемі екен. Блин, енді қайсын табам, қайсын алам. Негізі бағалар нормально, но не нәрсе. 1990 теңге дейді. Вау, мына күшті ғой. Органайзер ғой, достар.
қандай күшті. Мынау не нәрсе екен? Посуда. 2490. Көрдіңіздер ма? Мен негізі менің ақшама бәрі нормально келіп тұр. Мынау тарелкалар. Блин, не жазсам болады, достар. Андай эстетик, андай кружка алып беремін ба? Мынау бірақ кружка емес. Достар, менің соңғы 3 минутым қалды. И мен, короче, осындай бір бокал алайын деп жатырмын. Мына қараңыздар, мынандай бір бокал бар екен. Немесе мынандай Гарри Поттердің алайын деп жатыр, қараңыздар. Қандай күшті, и бағасы тоже нормально тұрады. Вот. Достар, мен енді бокал таңдаламай тұрмын жақта. Спонж Боб та бар екен да. Алияға өзі бәрін айтып беретін сияқты. Но мен Гарри Поттер алғым келіп тұр. Сондықтан да осы Гарри Поттерді ала беремін ау деймін. Мына қараңыздар, мына жақта бір эстетика бокал тұр. Ешқандай Гарри Поттер ондайсыз. Қазір алып бағасын көретін боламыз. Ай, мына бокал құлап бара жатыр. Бағасы бізде, бағасын қараңыздар, 2490 теңге. И бұл идеально келетін зат, қазір ашып көретін боламыз. Мынаны қараңыздар, осындай күшті бокал екен. Блин, енді осыны аламын ба, немесе мынандай бетінде узорлары барды алайын ба деп ойланып тұрмын, но мен ойымша Алияға осыны айтын сияқты, но өте обычно болып тұр просто, поэтому басқа нәрсе алайын ба деп ойланып тұрмын. Бірақ 2-ақ минутым қалды, достар, менің. Қалған ақшасына, короче, мен маскаласайын деп тұрмын, ең арзан деп, но, короче, мынандай маскалар бар екен, 590 теңгеге. Қалған масканың барлығының бағасы 990, 1290 екен. Осындай маскаларды көрейін ба деген ғой, сөйтсе бағасын қараңыздар, 1390-нан асып кетеді менің суммамнан. Сол себепті қазір қарап жатырмын, арзан деген. Маған примерно 500 теңге сондайдың көлеміне керек. Мыналар болмайды екен. Короче, мен уже алдым. Спасибо. Все. Короче, менің деген уақытым бітті. Мен қазір бара жатырмын бағанағы жерге, енді адаспай бару керек қайтадан. Өзіме мини-содан, короче, 2 зат алдым. Өзіме емес, Ханзадаға. И бағасын қазір қанша шыққанын көрсетемін. Менде, короче, сумма 2000 теңге болған. Вообще 2040 шықты. Бұл жақта пакетикте бар бағасы. Вот, сол үшін 2040 теңге болып тұр. Менің ойымша мен тура алдым. Достар, 15 минут болып қойды. Білмеймін, қазір будильник шырылдады 15 минуттық. И, блин, мен үлгермедім. Но мен сіздерге бокал көрсете салайын. Осындай әдемі бокал екен, қараңыздар. Кувшин. Короче, достар, менің ойымша мына өте детский болатын сияқты. Негізі детский болады, менің ойымша емес. Но астында осындай да бар екен. Мынау кішкене нормально, но бағасы қымбатырақ екен. Поэтому енді білмей тұрмын. Не нау. Қайсыны алсам болады, достар? Бокал, немесе осындай кувшин, бокалмен. Маған негізі кувшин ұнап тұр. Короче, мен ұзақ ойланып, мынаны ала беретін болдым, потому что бұның бағасы 2490 теңге, дәл менің ақшама қаражатыма жетеді. Және де мына күшті нәрсе негізіше пайдалы ғой, ала берейін осыны. Қатысыма? Все, рахмет, сау болыңыз. И мен затымды алдым. Короче, достар, негізі 15 минут уже өтіп қойды. И мен кешіктім. Қазір енді бағанағы кездескен орынға баратын боламыз. Но зато менде подаркым бар. И қазір кім келгені, кім келмегенін көретін боламыз. Блин, кешіп қалғаныма андай шок болып тұр. Негізі тез барып, тез аламын деп ойлаған. Уже бүкіл уақыт өтті да, 15 минут. И біз бірінші болып келдік. Ал басқалар жоқ та. Алия Мерей білмеймін қайықта жүргенін. Вот. Өте жақсы. Мінекей подаркам. И қазір мамалар уже отыр ғой. Мама, Ханзада. Прикиньте, мен мамаларды таппай жатырмын. Бағанағы біз кездесеміз деген жерді. Мен соны іздеймін деп бүкіл жерді аралап шықтым да. Енді қайтадан адасып қалған соң ғой. Но главное, мен уақыт болғанша заттарды сатып алып үлгердім. Бірақ барып енді үлгермейтін болдым. Мен даже соны іздеумен 5 минутым кетіп қалды ғой. Сіздерге не алғанды дұрыстап ашып көрсетпедім, потому что уақыт өзімде тығыз болды. Сол себепті тез алдым да шығып кеттім. Бірақтан қазір сіздерге Ханзадаға берер кезде подарканы көрсетеді өзі де. Сол кезде көресіздер.
WhatsAppқа деген мама аудио жіберіп жатыр ғой, сендер ойынның шартын бұздыңдар ғой, қайдасыңдар деп. Мен болсам келе жатырмын, таппай жатырмын деп жатырмын. Вайкикиге келдім. Вайкикидің қасында едім. Бағанағы біз кездесетін жер, сол үшін қазір тез етіп бара жатырмын. Мерей келді. Ура! Не болып кетті? Шартым осы жерде болсын. Зато мен подарок алдым. Сен де алдың ма? Леонардо вообще ештеңе жоқ. Илья ойын шартын бұзды. Мерей екеуімді бұзды да. Ема. Біз келдік, жиналдық, отырдық. Енді қазір мінекей біздің пакеттерімізді қараңыздар. Менде Элси Уакики, Ханзада да Леонардо, Алияда Минисо. Ал енді бір-бірімізге подарок беретін боламыз. Мен бірінші бастап берейін ба, или кім бастап береді? Сен бере бер. Мен бастап берейін ба? Менің подаркам кімге деп ойлайсыздар? Менің подаркам... Маған деп ойлаймын я. Менің подаркам Алияға. Бірінші аша берейін ба, или беріп аламыз ба? Бірінші беріп алайық. Ашақта сразу. Давай ашайық онда. Маған Мерей Вайкикиден қанша теңге еді сенікі? 2500. 2500 теңгеге бір зат алып келіпті, сыйлық. Ал, көрейік. О, мынау прям үлкен бір зат қой. Вау. Не мынау? Что это такое? Мынау ваза ғой, а, кажется, или бутылка ма? Бутылка ғой. Мәні күшті ғой 2500 теңгеге. О. Насетір. Осындай кішкентай кружкасы бар. Вау. Прям күшті, қараңыздар. Мынау, короче, бізде су құятын ваза, су или басқа нәрсе де бола береді. И прям күшті екен, мынау әдемі ғой, 2500 теңгеге. Прям күшті сыйлық сияқты, маған ұнады, рахмет. Ал енді менің кезегім, қазір мен сыйлығымды беретін боламын. Мен кімге береді деп ойлайсыңдар? Маған. Ханзадаға. Дұрыс. Ханзадаға берем. Так, қазір көреміз. Ема, негіз маған керек шымендер расческамен. Еще қарасаңыздар. Әдемі ғой, білейін. Сенікі 2000, я? Тағы бір сат бар ғой. Да. Маска. Мен всегда олардың маскаларын алатым ғой. Рахмет. Міне қараңыздар. Маска и осындай тарақ. Рахмет. Да, енді мен ба. Енді менің кезегім, достар. Бұны білген шығарсыздар, кімге берем? Бұл Мерейге. Рахмет. Мен жақта Леонардодан вообще ештеңе таба алмадым. Сол үшін енді ұнайды деп ойдамын енді. Ал енді достар, менің подаркым көріп тұрғандай мына жақта холст бар. Қазір да айтып қойды подаркысы негізі. Холст. Қараңыздар, қандай күшті, өте үлкен. Мына жаққа енді маған сурет салу керек. И ручка. Мен сонда шашқа деп тұрма. Ой, қазір. Вот, спасибо, Ханзада. Мерей өзі де сурет салған жақсы көреді, сол себепті Мерейге холст күшті сыйлық деп ойлаймын енді. Я, ұнады. Ұнады. Үшеуміздің де сыйлықтарымыз күшті болды, я? Я, күшті болды. Осымен біздің видео аяқталды. Сіздерге біздің осы челленджіміз ұнады деп ойлаймыз. Алдыда бізде әлі күшті челлендждер, влогтар шығатын болады. Сонымен қатар кукингтер, сол себептен біздің арамызға тіркеліп қойыңыздар. Осы видеоға лайктарыңызды басып, максималды түрде қолдауларыңызды білдіріп кетіңіздер. Және де өз пікірлеріңізді комментарий жазып қойыңыздар. Ханзадамен тағы да осындай қызықты челлендждер, видеолар қаласаңыздар, міндетті түрде қолдап отырыңыздар. Сонымен қатар Ханзадан арнасына да тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздерге ссылкасын комментарияға, сонымен қатар описанияға қалдырып кететін боламыз. Сіздермен болған біз Алия. Мерей. Келесі видеода жолыққанша, пока-пока.